Бүгін сіздермен ас қорыту органдарына шолу жасаймыз. Кеттік. Ас қорыту органдары ауыз қуысынан басталады. Мына жерде көрсеңіздер болады. Ауыз қуысында тіл бар, тіс бар. Сол арқылы біз тағамды шайнаймыз. Сонымен қоса сілекей бездер бар, құлақ алды, жақ асты, тіл асты сілекей бездер бар. Бұл сілекей бездер арнайы түтік арқылы сілекейді ауыз қуысына түсіріп отырады. И сол жерде ağzımызға түскен тағам ылғалданады. Ары қарай ауыздан жеген тағамымыз жұтқыншаққа түседі, жұтқыншақтан өңешке түседі, өңештен ары қарай біздің асқазанға түседі. Асқазан біздің іш қуысының жоғарғы сол жақ аймағында орналасқан. Ол жерде атақты тұз қышқыл және пепсин деген ферменттер бар. Тағам сол жерде тағамның құрамындағы белок заттар ыдырайды көбіне. Асқазан ары қарай 12 елшек басталады. Мына жерде көрсеңіздер болады. 12 елшекте бір күрделі жағдай бар. Қараңыздар. Мына жерде бауыр безі бар, өте үлкен, ол біздің оң жақ қабырғасы аймағымызда орналасады. Ол өзінен арнайы түтіктер арқылы өтті синтездейді. Өттің белгілі бір бөлігі өт қалтада сақталады, белгілі бір бөлігі 12 елшекке барып тамады. Бірақ та мына жерде ұйқы безі де бар. Ұйқы безі өзінен арнайы ас қорыту ферменттерін өндіреді. Ол ферменттер тоже осы өт түтік арқылы 12 елшекке өтпен бірге түсіп отырады. От көріп тұрғандарыңыздай асқазаннан 12 елшекке түскен тағам осы өттің арқасында, ұйқы безінің ферменттері арқасында ыдырайды екен. 12 елшекте ары қарай ферментпен араласқан тағам химус немесе жіңішкешектің аш ішек, мықын ішек аймағына түседі де ары қарай тағамның құрамындағы негізгі органикалық заттар қанға сіңіріледі. Жіңішкешектен тағам шығып болғаннан кейін ол жуан ішекке түседі. Жуан ішектің ең бастапқы аймағы соқыр ішек. Міне көріп тұрсыздар, мына жерде аппендикс өсіндісі бар. Жуан ішектің ары қарай жуан ішектің көтерілуші аймағы бар. Көлденең аймағы бар, и төмендеуші аймағы бар. Төмендеуші аймағынан кейін сигма тәрізді ішек, одан кейін тікішек бар. Тағам осы жерде оның құрамында қажетті заттардың бәрі ағзадан сіңіріліп, тікішек арқылы сыртқа шығарылады екен. Жуан ішекте көбіне сулар, электролиттер және витаминдер сіңіріледі, ал жіңішке ішекте көбіне белок, май, көмірсу сынды негізгі тағамның құрамы сіңіріледі екен. Біздің парақша осындай медициналық контентке арналған, сол себепті біздің парақшаға тіркеліп қойыңыз.